Индукция арқылы электрлену, мысалы заряд жоқ шарды аламыз, оған таяқшаны жақындатамыз, таяқшаның заряды оң зарядталған болсын. Сонда жақындатқанда шардың ішінде зарядтар, бейтарап тұрған зарядтар бір беті оң болады, екінші беті теріс болады. Неге? Себебі оң зарядталған өзіне қарама-қарсы заряд тартады. Сол себепті оң жағында теріс зарядталған бөлшектер, сол жағында оң зарядталған бөлшектер жинақталады. Осы әдісті индукция арқылы электрлену деп атайды. Зарядтардың екі түрі бар. Ол оң зарядталған және теріс зарядталған. Соны жазып қойайық. Оң, теріс деп. Оңды қосу таңбасымен, терісті азайту таңбасымен белгілейміз. Яғни плюс-минус, орысша айтқанда. Оң зарядтар және теріс зарядтар егер аттас болса бір-бірінен тебіледі, егер қарама-қарсы болса бір-біріне тартылады. Бана шыны бізде оң зарядталады, эбонит бізде теріс зарядталады. Жоғарыдағы мысалдардағы. Мысал қарастырайық. Мысалы, бір атомда 7 протон болсын, және бірнеше электрон болсын, нейтрон болсын. Яғни ядрода бізде протон мен нейтрон болады ғой. Біздің суретте 7 протон, 6 нейтрон. Ол бейтарап болғандықтан сыртында электрон қабықшасында сәйкесінше 7 электрон болу керек. 7 электрон болсын. Егер бізде үйкелегенде, немесе индукция арқылы электрленгенде заряд электрондар кететін болса, мысалы біздің жағдайда мына 2 электрон шығып кетсін. Сонда бізде протон көп болады. 5 электрон қалды, 7 протон қалды. Яғни протон басым. Сол себепті бұл біздің атомымыздың заряды оң болады. Зарядты Q әрпімен белгілейміз. Q плюс, яғни оң зарядталған деген сөз. Керісінше электрондар келетін болса, яғни электрондар өзіне қабылдайтын болса, мысалы 5 электрон келсін. 2 кетті, 5 келді, барлығы 10 электрон. Ал протон бізде өзгермейді, ол 7. Яғни бізде электрондар басым. Олай болса, бұл атомның заряды ендігі жағдайда теріс болады. Q минус теріс зарядталған болады. Электрон заряды, ол емен белгілеймізде минус 1,16, оны минус 19 дәрежесі кулонмен белгіленеді. Зарядтың өлшем бірлігі кулон. Кулон ол француздың ғалымы, соның фамилиясы құрметіне берілген. Фамилиясы кулон деген. К мен жазамыз. Q әрпімен белгілейміз. Зарядты Q әрпімен белгілейміз, өлшем бірлігі кулон. Жалпы, дененің зарядын есептеу үшін Q-ны N-ге көбейтеміз. Бұнда N деген артық немесе кем электрондар саны. Біздің мысалда бірінші қызыл жазғанда, қызыл түсінде 2 электрон кетті, яғни 2 электрон кем. Сонда біздің зарядымыз N орнына 2 қоямыз. 2 көбейту E. E деген 1,6, оны минус 19. Таңбасы плюс болады. Келесі қызыл жазғанда, оның бізде мұнда электрон саны 10 ғой, анау 7, азайтқанда 3 болады. Сонда 3 электронға артық N орнына артық электрон 3 қоямыз. Таңбасы минус болады. Теріс зарядталған. Осылайша зарядты есептеуге болады. Сонымен қатар бір мысал қарастырайық. 2 шар болсын зарядталған, біреу плюс, біреу минус. Оң зарядталған, теріс зарядталған. Q1 бізде 20 электрон, Q2 минус 7 электрон болсын. Мысал бұл 2 шарды бірігетін болса, олардың зарядтар сәйкесінше бірігеді, яғни қосамыз. 20 электроннан 7 электрон азайтамыз, сонда бізде ортағы болады 13 электрон, таңбасы оң. Оң зарядталған шар пайда болады.